Сәлеметсіздер ме балалар? Біз ең үлкен байлық бөлімі бойынша 5-6 сабақтардың тапсырмаларын орындап жатырмыз. Кешегі видеода біз 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырмалардың жауабымен орындаған болатынбыз. Егер көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойуды ұмытпаңыздар балалар. Егер ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Ендеше біз қазір 4-ші тапсырманы орындайтын боламыз. 4-ші тапсырмада балалар мәтінді тыңда, рөлге бөліп оқыңдар дейді. Ертеде бір жас жігіт өзінің кедейлігін айтып, әрдайым мұңын шағады екен. Шіркін-ай, менің байлығым көп болса жақсы өмір сүрер едім, деп зарлауын қоймапты. Бір күні қарт тас қашаушы өтіп бара жатып, зарлап отырған жігіттің қасына келеді. Саған не болды? Сонша жылап, сен нағыз бай адам емессің бе? дейді. Мен баймын ба? деп жігіт таң қалады. Ол қандай байлық? Сенің көзіңше, бір көзіңді қаншаға сатар едің? деп сұрайды қарт. Оның не? деп шошып кетеді жігіт. Көзімді ешқандай байлыққа айырбастамаймын. Ал енді екі қолың мен аяғыңды алтынға айырбастар ма едің? Жоқ, ешқайсысында алтынға айырбастамаймын, дейді жігіт. Міне, көрдің бе, сен өте бай адамсың. Адамның ең үлкен байлығы күш қуаты мен денсаулығы, дейді қарт. Оны ақшаға сатып ала алмайсың. Қарт осыны айтады да жөніне кетеді балалар. Ендеше біздің ең басты байлығымыз денсаулығымыз екен балалар. Ал 5-ші тапсырмада осы мәтінде берілген қою әріппен жазылған сөздердің қазақша сөздіктен көріп аудармасын жазыңыздар дейді. Сіздерге қазақша аудармасының жауабын жазып қойдым балалар. 6-шы тапсырмада балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Жауабыңды мезгіл үстеуі мен мекен үстеуін қолдан дейді. 1-ші сұрақ, 2-ші сұрақ, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші сұрақтардың барлығының жауабын сіздерге астына жазып қойдым балалар. Жақсылап көшіріп жазып алыңыздар. Апайға сабақ үстінде жақсылап қолдарыңызды көтеріп жауабын міндетті түрде айтыңыздар. Жарайды ма балалар? Егер менің сабақтарым ұнап жатса, сіздерге қазақ тілін үйрену жеңіл болып жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі балалар, 7-ші тапсырмада сөйлем бөліктерін сәйкестендіріп оқы. Мәтін мазмұны бойынша сөйлемдердің рет санын белгіле дейді. Балалар, қараңыздаршы, мен сіздерге түрлі түсті қаламмен белгілеп қойдым. Қай жауаптың соңында қай жауап бір-бірімен сәйкестеніп тұр екен. Соны өздеріңіздің дәптерлеріңізге көшіріп алсаңыздар болады балалар, иә? Мысалға айтып кетейік, бір көзіңді қаншаға қалай болады? Сатар едің, иә? Қария зарлап отырған жауабы қалай болады? Жігіттің қасына келеді. Сол сияқты барлығын көшіріп алыңыздар. Келесі балалар, 8-ші тапсырмада мәтіндегі ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексеріп алыңдар дейді. Мен сіздерге мына жерде көк қаламмен белгілеп қойдым, иә? Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс емес. 1-2 мысалды оқи кетейік. Жігіт кедей болды. Дұрыс па балалар? Иә, кедей болды. Қария бай болды. Жоқ, қария бай болған жоқ. Жігіттің байлығы жоғалды. Жоқ, олай болған жоқ, иә? Қария жігітке ақыл айтты. Иә, шынында да қария жігітке ақыл айтты. Жігіт бір қолын сатқысы келді. Иә ма балалар, жоқ па? Әрине жоқ. Бұл жерде көк қарындашпен сіздерге белгіленіп тұр, иә? Ал енді балалар, 10-шы тапсырма. Бұл 10-шы тапсырманы сіздер жазып алады екенсіздер. Мәтіндегі екі кейіпкердің мінездерін сипаттап жаз дейді. Жігіт қандай екен, қария қандай екен балалар? Қанеке сіздерге оқып берейін. Жігіт әлі жас, уайымшыл, көп нәрсеге мән бермейді дейді. Ал қария қандай кісі екен? Қария өте ақылды, дана, көпті көрген кісі екен балалар. Балалар, осымен біздің 5-ші, 6-шы сабаққа арналған тапсырмаларымыздың барлығы орындалды. Ендеше келесі тапсырмаларды көру үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаймыз балалар.